Сәлем достар, бүгін мен анашыммен бірге сая шипажайына ем алуға келдім. Алдымен администрацияға келіп, документтерімізді өткізіп, дәрігердің алдына келдік. Дәрігерден керекті ем түрлерін жаздырып алып, ем алуды бастадық. Бірінші қабылдаған процедура орошение диосин болды. Бұның көмегі қызыл-еттің қатаюына, сондай-ақ қанауына қарсы. Екінші алған процедурамыз ингаляция с ромашкой. Бұның пайдасы тыныс алу жолдарының ашылуына көмегін тигізеді. Әрі қарай холда орналасқан түрлі градустағы минералды суды қабылдадық. Самаурыннан өте айдайтын шайды іштік. Келесі процедура дарсенваль деп аталады. Оның пайдасы басқа массаж жасау арқылы мидың нерв жүйкелерін тыныштандыруға көмектеседі. Осылай 10 минут отырып жасаймыз. Содан кейін лампа терапиясын қабылдап болып, парафин кабинетіне кірдім. Бұл жерде осындай қалбырға парафинді ыстық етіп құйып қояды. Осындай койкаларды жатқызып, тіземе парафин қойдырдым. Парафиннен кейін аяғым осылай терлеп, әдемі болып қызып шықты. Парафиннен шығып, табан массажын жасаттым. Содан кейін құлақ, мұрын, тамаққа қоятын кварц процедурасынан өттім. Бұл процедураның маңызы инфекциямен күресу. Солевая шахта кабинетіне кіріп, тұзды ауамен тыныстадық. Бұның маңызы тыныс алу жолдарын ашуға көмектеседі. Түскі асты қабылдап болып, анашыммен минералды ванна қабылдауға келдік. Ваннадан шығып, рахаттанып, денеміз жеңілдеп, жаңа туған сәбидің терісіндей болып, комнатамызға қарай жол тарттық. Комнатаға келіп, демалып, өз-өзімізді ретке келтіріп, түскі уақытта демалып алып, кешкі ас ішуге шықтық. Кешкі ас ішіп болып, анашыммен ағам және жеңешем төртеуміз барлығымыз паркты аралауға шықтық. Осындай мини-көлікке отырып, паркты аралап, жаяу жүрмей, шаршамай аралап шықтық. Әрі қарай Қазақи ауылға шұбат ішуге бардық. Шұбат ішіп, ауылды еске алып, ыстық шашлықтен жеп, бәріміз қуанып, осындай керемет атмосферада қыдырып қайттық. Шипажайға келіп, мамуль екеуміз кішкене сыртта отырып, демалып, әрі қарай лифтпен бөлмемізге қарай көтерілдік. Бірінші этажға түсіп, минералды суды графинге толтырып, комнатама қарай барып ұйықтадым. Всем пока!